Саламатсыздар ма, қалайсыздар оқушылар? Бүгін сіздермен математика сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы 2-3 амалмен орындалатын есептер шығару. Балалар, бірінші тапсырмаға қараймыз. Тапсырмасы былай дейді: балалар саябақта ақшаларына төмендегі заттарды сатып алған болса, оларға неше теңге қайтарады? Мысалы, бірінші адамды алайық. Саматта 800 теңге бар. Ол 90 теңге тұратын 3 жеміс йогуртын сатып алды. Саматқа дүкенші қанша теңге қайтарды? Демек, балалар, бірінші амал 3 йогуртты 90 теңгеге көбейтеміз. Сонда ол 270 теңгеге йогурт сатып алса, дүкенші оған 530 теңге қайтарады. Екінші адам, Айгүлді алып қарайық. Айгүлге анасы 1000 теңге берді. Ол дүкенге барып 80 теңге тұратын 2 жүгері сатып алды. Дүкенші оған 840 теңге қайтарды. Сол сияқты үшінші адам, Гүлжанды алып қарайық. Гүлжанда 700 теңге бар, бірақ ол 60 теңге тұратын 2 вафли сатып алды. Оған дүкенші 580 теңге қайтарды. Келесі, балалар, екінші есеп. Саябаққа кіретін балалар билеті 70 теңге, ал ересектер билеті одан 30 теңге қымбат. Демек, ересектер билеті 100 теңге тұрады, балалар. Саябаққа кіру үшін 2 ересек адамнан және 3 баладан тұратын отбасы қанша теңге төлеу керек? Егер, балалар, қараңыз, ересектердің билеті 100 теңге болса, оның екеуі 200 теңге төлейді, ал балалар билеті 70 теңге болса, оның үшеуіне 210 теңге, яғни барлығы 410 теңге төлеуі керек. Келесі, әсі. Саябақта күлкі бөлмесіне бір отбасы 125 теңгелік 2 ересектер билетін және 80 теңгелік 8 балалар билетін сатып алды. Сонда қараңыз, балалар билетіне 400 теңге кетті, ал ересектер билетіне біреуі 125 теңге болса, екеуі 250 теңге. Енді бізде есептен былай сұрап тұр: ересектер билетіне қарағанда балалар билетіне қанша теңге артық төледі? Сонда 150 теңге артық төлеткен, балалар. Есепті баған түрінде жаз және есепте. Бұл жерде, балалар, 3 амал есеп. Әлбетте, бірінші көбейту амалдарын орындап аламыз. 205 пен 3-тің көбейтіндісі 615-ге тең. 108 пен 4-тің көбейтіндісі 432-ге тең. Ең соңғы азайту амалы жүреді. Азайтқан кезде 183 шығады, балалар. Келесі есепте солай. 3 амалдан шығады. Біз бірінші көбейту амалын есептеп аламыз. 124 пен 5-тің көбейтіндісі 620-ға тең. Келесі қосу. 300 пен 620-ның қосындысы 920. 920 мен 258-ның айырмасы 662-ге тең екен. Жақсы, олай болса, оқулықта 6-шы тапсырмаға қарайық, балалар. Дұрыс теңдіктер шығу үшін қажетті жерлерге арифметикалық амалдар мен жақшаларды қой. Әрбір теңдікке сәйкес суретті түсіндір. Саябақты демалу мәдениетін қалай түсінесің? Бірінші, балалар, 17 шығу керек. 17 шығу үшін біз 3 пен 4-ті көбейтіп аламыз, соған 5-ті қосамыз. Екіншісінде 9 шығу үшін біз бірінші 3 пен 7-ні көбейтіп аламыз. 30-дан шыққан санды азайтамыз, сонда 9 қалады, балалар. Келесінде дәл солай. Келесінде, балалар, 5 пен 8-ді жақша қаламыз. 5 пен 8-дің қосындысы 13-ке тең. 13 пен 4-тің көбейтіндісі 52-ге тең. Ең соңғысы, бірінші бөлу амалын қолданамыз. 20 мен 5-тің бөлінісі 4-ке тең. 4 пен 6-ның көбейтіндісі 24-ке тең. Сабақ, балалар, түсінікті болды деген ойдамын. Каналға жазылып қоюды ұмытпаңыз және жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар.